Буындап оқудың ең оңай тәсілі. Екінші бөлім. Ашық буындар. Алдымен дауысты дыбыстарды қайталап, созып оқып аламыз. А, ә, о, у, ө, а, и. Дауыссыз дыбыстар созылмай қысқа айтылады. Б, Р, С, Л, Г, Н, Д. Суретте не көріп тұрмыз? Р әрпінен А әрпіне бара жатқан поезды көріп тұрмыз. Ендеше поездың Р әрпінен А әрпіне жетуіне көмектесейік. Ра, са, ла, на. Келесі буынға назар аударайық. Ба, бу, би, бо. Дәл осылай ашық буындар кестесіндегі буындар оқылуы тиіс. Яғни дауыссыз дыбыстар созылмай қысқа айтылу керек, ал дауысты дыбыстар созылып айтылады. Да, де, ду, ла, ле, лу, ба. Келесі бөлімде бітеу буындарды оқып үйренеміз. Сау болыңдар!